Менің есімім Ғалым. Жасым 51-ге келеді осы көктемде. Өзіміз оңтүстіктің тумасымыз. Ұлымыз ең кішкентайымыз. Ол кісі жасы 12-ге келеді жазда. Спортсмен, таэквондомен айналысады. Қазақстан чемпионы. Араб Біріккен Эмираттарына барып, бірінші орын алып келдік. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Нұрсұлу. Менің жасым 50-де. Осы жаңа айтып өткендей 4 бала шағамыз бар. Осы 94-ші жылдан бері Алматыдамыз. Мен Тараз, Жамбыл облысы, Жаңатас деген қала бар. Сол Жаңатастамын. Сол енді өзіміздің осы отбасымызбен осы Алматыға 2005 жылы көшіп келдік. Талғар қаласынан. Оған дейін сол Талғарда тұрдық 94 жылдан 2005-ке дейін. Сол 2005 жылдан бері осы Қалқаман ықшам ауданында тұрып жатырмыз. Бұрын енді сол Талғар қаласында болғанда сол кезде өзі бір уақытқа сай базарда сауда жасадық. Бір кездер сондай бір ауыр көтердік. Көп сондай далада тұрдық, суықта тұрдық. Сол кездерде біраз денсаулықтарымызды да құртып алдық. Енді қазір мен осы балалардың тәрбиесімен үйде отырмын. Жолдасым жұмыс істейді. Сол айтып өткендей, балдарымыз студенттер, кішкентай ұлымыз қазір онлайн сабақ оқып жатыр. Спортпен шұғылданады. Менде остеохондроз, грыжа, протрузия, сондай омыртқа ауруларын енді ауыр көтергендіктен болар, әлі суықтан шығар деймін, біраз сондай денсаулықтарымды бұзып алдым. Одан кейін осы бір 2007 жылы мен енді өзімде білген жоқпын, бірақ аллергиям бар екен. Сол бір аллергия болып, жаңағыдай бір маслины, грибы, ананас бар бір салат жеп, содан анафилактический шок деп айтады. Сон анафилактический шок болып, кәдімгідей давлением 0-ге түсіп, реанимацияға түсіп қалғам. Сон жолдасым айтты, осы ламифаренді көп мақтайды, радиодан күнде айтып жатады, жаңа нені қосып қойды, радионы машинада кетіп бара жатқанда. Сон жұмысқа кетіп бара жатқан кезде, жаңа радиодан ламифаренді айтып жатады, сен алып ішсейші осыны, варикозын қояды екен, асқазанды жөндейді екен, жаңа остеохондрозға да көмектеседі екен деп айтты. Сон екеуміз кетіп бара жатқан кезде, жаңа ламифаренді айтып жатыр екен. Мен отырған кезде, екеуміз кетіп бара жатқан кезде, содан әкеш деп телефон жаттап алдық та, хабарластық. Сонымен жаңағы менеджерлер болу керек, өздері бізге хабарласып, жаңа ламифарен сұрадық. Енді осындай қалай, осындай біздің денсаулықтарымыз, осындай ауруларымыз бар, қалай көмектеседі деп. Сонда жақсы көмектеседі, барлығын тазалайды, жаңа қан тамырларыңыздың бәрін тазалайды. Көмегі өте керемет, алып ішіп көріңіздер деп бізге сондай жаңағы түсіндірді, кеңес берді. Енді содан кейін өзіміз алып ішіп көрейік деп келістік. Содан кейін жолдасым да екеуміз бірге ішейік дедік. Давлением, жаңа айтып отырмын ғой, 170-160-қа дейін көтерілетін. Сосын давлением өзімнің 110-да 70 болып, давлением де дұрысталды, гемоглобин көтерілді. Сонда маған көп ауруларыма себеп болып, маған өте жақсы көмектесті. Енді осы ламифаренді біздің Қазақстанға алып келген рахмет айтам. Осы ламифаренді ойлап тапқан адамдарға рахмет айтам. Өйткені біз телевизордан да көп көретінбіз. Мынау кісілер айтып жататын, осы ауруымызға көмектесті, жазылып кеттік деп, сонда ойлайтынмын, өтірік айтатын шығар деп. Содан өзіміз басымыздан өткеннен кейін, ішкеннен кейін, денсаулығымызға көмектескеннен кейін, көзімізді жеткізгеннен кейін, мен осы ламифаренді қолдаймын. Осы ламифаренді көмектеседі. Кімнің мысалы ішкі құрылысында ауруы бар, жаңағыдай сүйектерінің ауруы бар, давление, асқазан, ішкі бауыр, ішкі құрылыстарға да өте көп көмектеседі. Сондай ауру бар адамдар болса, алып ішіңіздер деп, сондай енді немді айтам, көргеннен кейін ішкеннен кейін айтамыз. Тілегімді. Сол денсаулыққа өте пайдалы.